Простата безі қуық мойынның дәл астында орналасқан кішкентай без. Ол ер адамдардың ұрықтану процесінде маңызды рөл атқарады. Бірақ жас ұлғайған сайын бұл безде кейбір аурулар пайда болуы мүмкін, және осы безге әсер ететін екі негізгі ауру қатерсіз простата гиперплазиясы және простата обыры. Бұл аурулар бездің ұлғаюына, зәр шығару жолының бітелуіне және соның салдарынан зәр ағысының баяулауына әкелуі мүмкін. Бұл ер адамдардың көбінде зәр шығару жиілігінің артуы, шұғыл зәр шығару қажеттілігі және зәр ағысының баяулауы байқалады. Ал бұл өз кезегінде зәр жолдарының инфекциясына, қуықта тас түзілуіне немесе кейде бітелудің салдарынан бүйректе өзгерістерге әкелуі мүмкін. Қатерлі ісікке байланысты мәселелері бар ер адамдарда бұл ауру ешқандай белгілерсіз өтуі мүмкін. Яғни тек скрининг кезінде анықталуы ықтимал. Бірақ жасқа байланысты простата өзгерістерінің барлық әдеттегі белгілерімен де көрінуі мүмкін. Бұл екі жағдайды бір-бірінен ажырату аса маңызды. Жасқа байланысты простата өзгерістері бар ер адамдар үшін емдеу әрдайым қажет бола бермейтінін түсіну керек. Және көбіне бұл ер адамдар үшін ең маңыздысы қандай да бір есеп емес, өмір сапасы. Алайда осында ер адамдардың аз ғана бөлігінде кейбір өзгерістер пайда болып, оларды емдеуге немесе ота жасауға шешім қабылдауға мәжбүр етеді. Ал екінші жағынан, простата обыры бар ер адамдар үшін белгілері бар ма, жоқ па? Оған қарамастан, олардың көпшілігіне ем қажет болады. Және бұл ем үш негізгі факторға байланысты: обырдың түрі, яғни нақты гистологиясы, обырдың өсу жылдамдығы, яғни дәрежесі, және обырдың қаншалықты таралғаны, яғни сатысы. Осы үш фактор емдеуді жоспарлау кезінде ескеріледі. Оған ота, сәулелік терапия, гормондық терапия немесе обырды емдеуге арналған басқа да арнайы әдістер кіруі мүмкін. Егер обыр ерте анықталып, дер кезінде емделсе, мұндай ер адамдардың көпшілігі қалыпты өмір сүріп, өмір сүру ұзақтығы да әдеттегідей болады.